Аслан, кел отыр. Маған ештеңе айтқың келмей ма? Жоқ. Кеше не бүлдірдің? Ештеңе? Аслан, неге бұзақылық жасайсың? Саған кім әсер етіп жүр, айтшы? Мам, түсінбедім, не болды? Аш жүрсің ба? Әлде ақша жетпей ма саған? Ha? Балам, сен қатарыңнан қалмасын деп барымды салып жүрмін ғой мен. Сен қатарынан қалмасын деп екінші жұмыста іздеп жүрмін. Мұның не сенің? Базардағы Айжамалға бармасты. Не ұрлық жасап жүрсің? Ештеңе ұрлаған жоқ, мам. Алдыңғы жолы төбелестің. Кеше ұрлық жасадың. Келесі жол адам өлтіретін шығарсың. Мам, енді. Әкең кеткен соң бір жағыма шығысып, қолға абыс бола ма десе, мұның не сенің? Әй, мына түріңмен сен түрмеге отырасың ғой, балам. Не істеп жүрсің? Енді қалай айтам саған, айтшы. Базарды тонайтындай. Қарның ашпа сені? Әкең сен адам болсын деп барын салды. Әкеңнің жоқтығын білдіртпейін деп мен барымды салып жүрмін. Сенің мына тірлігің әкеңнің қабіріне түкіргенмен бірдей ғой, балам. Менің сенен басқа кім бар, балам, айтшы? Кім үшін өмір сүріп жүрмін? Бері қарашы. Бұзақылық жасамашы. Аслан, сен сыныпта қонғансың ба? Біз ерте келдік па десем. Қалайсыңдар? Маған үй жұмысын таңертең жасаған ұнайды. Миым тынығып тұрады. Таңертең ми тынығып тұру үшін ерте жату керек қой. Бірақ бүгін де ұйқым қанбады. Сабақ әлі басталған жоқ. Ал мен қазірден шаршап тұрмын. Түнде 3-ке дейін документалка көргем ғой. Енді ұйқым кеп тұр. Мынау саған. Маған ба? Не үшін? Енді шоколад ұйқына шығуға көмектеседі. Сондықтан. Аслан, сен маған қырындап тұрсың ба? Кешір әрине, бірақ сен мен вкусымда емессің. Айтпақшы, шоколад ұйқына шығуға қалай көмектеседі? Кәдімгідей, шоколадтың құрамында теобрамин бар ғой? Теобрамин? Ол не? Тағы формуласын айтып бермедің ба? G7H8 4O2. И кішкене магний бар. Сендер шынымен қалжыңсынбейді екенсіңдер ғой, ә? Негізінде магний жоқ. Көбісінде болмайды. Барлығында болады. Жарайды. Неге мұндай шешім қабылдадың? Енді сіз мені білесіз ғой. Баламда сұрауым керек. Айлығымды көтеріңіз деп едім, оны көтермедіңіз. Басқа жерден жұмыс таптым, сол жерге барайын деп едім. Аслан, сен маған қырындап тұрсың ба? Біз ерте келдік па десем. Неге мұндай шешім қабылдадың? Енді сіз мені білесіз ғой. Баламда сұрауым керек. Айлығымды көтеріңіз деп едім, оны көтермедіңіз. Басқа жерден жұмыс таптым, сол жерге барайын деп едім.
Бұл жер саған кіргісі келсе кіріп, шыққысы келсе шығатын жерге ұқсап тұр ма? Бұлай бір ай бұрын ескерту деген жоқ екен, сенде? Енді мен бір ай бұрын мұндай болатынын қайдан білем? Жарайды, бара бер. Не көп бос жүрген маман көп, солардың біреуін алармын. Түсінгеніңізге рахмет. Ренжімеңізші, өтінем. Маған қол қойып беріңізші. Не үшін? Бухгалтериядан айлығымды алу үшін. Айлық деп өзіңде айтып тұрсың ғой. Айлықты толық бір ай істегенде алады. Ал сен толық істеген жоқсың. Маған ақша керек. Түсініңізші, мен өтінем. Ал маған сенің орныңа адам іздеу керек. Сонда мен осы уақытқа дейін істеген жұмысымды жоққа шығарып отырсыз ба? Күніңіз сол тиынға қарап қалды ма сонда? Сәуле, менің уақытым жоқ. Кабинетті босат. Сау болыңыз. Асың. Қысқасы жігіттер, сабақ біткенше азаматқа 15 000 теңге қойып тастауымыз керек. Өркен, саған 9А. Айдын 9Б. Жақсы. 9В-ны Аслан сен ал. Алғаш тапсырмам құтты болсын. Құтты болсын бауырым. Аслан қысқасы не істеу керекін білесің ғой. 9-ға қарып түсіндір. Болмаса бір-екі шапалағын беріп жібер. Жақсы онда, күтем жігіттер. Түсіндір. Рауан, Ал, сабақ біткен соң маған айтып жарай ма? жарайды. О, Аслан, қалайсың? Жақсы. Қалай өтшеді ана сендерде? Системаға кіруіңмен? Қандай система? Кеше ғана системаға қабылдандың ғой сен. Жоғары сынып пен төменгі сыныптың балаларын дастархан жайып беріпсің. Түсінбедім ағай. Ал сен түсін. Қазірден бастап түсін қайда бара жатқаныңды. Бұның арты жақсылыққа апармайды. Ертең аяқ асты бірдеңе болып кететін болса, өздерің зардап шегесіңдер. Неге сен жақсы боласың ғой, ақылың бар, ойлан кішкене. Кешіріңіз ағай, мен сабаққа бара берейін, иә? Дес, бола ма сен? Асан, Мағай. Жігіттер, бір өтінішім бар еді. қандай? 5-ші сабақ бітем дегенше 5 мың қойып тастаңдаршы. Братан, 5 мың тым ауыр ғой. Солай болып қалды енді. Бір көмектерін беріңдерші. Бүгін сендер маған, ертең мен сендерге көмектесем дегендей. Болды, братан, барынша көмектесеміз. Күтем, иә, жігіттер. Ең жетпегені мынау ет жаңадан келіп алып. Не істейміз? Жинап береміз ба? Жоқ, жинамаймыз. 5-ші сабақтан кейін келсе не істейміз? Таппадық деп айтамыз. Бұл бізге не істей алады дейсің? Сәлем. Рахмет. Несіне әуре болдың? Мен саған шын көңілмен бергем. Мен саған қарыз болғым келген жоқ. Мен де шын көңілмен беріп тұрмын ғой. Рахмет.
химияны шығармай жатсың ба? Иә, басым қатып кетті. Қалай шығаратын аны? Кел, көрсейінші. Қара, мысалы, массасы 5,4 грамм 2 негізі карбон қышқылымен натрий реакцияға түсіп, 2,124 литр сутек бөлінген. Енді маған қышқыл табу керек. Қара, 2 негізді демек 1 моль қышқылда N1 моль сутек бөлінеді. Сутек 2,124 литр, яғни ол 0,1 моль. Қышқылда 0,1 моль. Малярлық масса 5,4-ті 0,1-ге бөлсек, қанша? 54? Иә, енді бізге 54 грамм моль болатын 2 негізі қышқыл табу керек. Иә, С2, H2, 0,4. Оксал қышқылы ма? Иә, немесе шавель қышқылы да болады. Рахмет, жазып алайыншы. Негізі оңай. Біржан, көрдің ба, кеше ана кеп, уже сөйлесіп кетті. Сен жүрсің тормоз болып. Томпи, жай сабақ жағынан көмектесіп жатыр ғой. Жарайды, өзің білесің. Кейін өкініп жүрмей бер. Дара? Сәуле, кел. Отыр. Иә? Алғашқы жұмыс күнің қалай өтіп жатыр? Жақсы. Шынды айтсам, сенен қатты ыңғайсызданып жүр. Неге? Енді жұмысқа кіруіме себепкер болдың, қарызға ақша беріп жатырсың. Мынаны қайдан кезіктірдің деп жүрген шығарсың. Жоқ, қайдағын айтпашы. Ал енді мен берген ақшаны қарыз деп емес, көмек деп қабылда. Сенің бұл жерде жұмыс істеп жүргенің ең алдымен маған керек. Неге? Себебі сен сияқты маман қазір өте аз. Ыңғайсыз жағдайға қалдырмашы осылай. Жоқ, рас айтам. Ал айта бір, көңіл күйің неге жоқ? Сол баламды уайымдап, әкесі кеткелі мінезі қатты өзгеріп жүр. Мектеп ауыстырғаннан ба, білмеймін, ұқпай ақ қойын. Ой, қойшы Сәуле. Переходной возраст емес пе? Бала әлі талай құбылады. Егер ол сенің балаң болса, ақмақ бола қоймас. Алаңдамай ақ қой. Солай шығар. Ал енді көңіл күйді түсірмейміз, себебі біз науқастармен жұмыс істейміз. Яғни үнемі күліп жүру керек. Жарайды, жұмысыма барайын. Тоқтай тұр. Бүгін сенің алғашқы жұмыс күнің ғой? Иә, Енді атап өтпейміз бе? атап өтуге болады енді. Ыңғайы келмей тұр ғой. Сәуле. Сенің жағдайың әлі жақсарады. Бәрі жақсы болады. Ал кешкі асты мен өз мойныма аламын. Қажет емес. Сенің маған жасаған жақсылығың онсыз да жетеді, Дөрен. Ештеңе де естігім келмейді. Бүгін бірге кешке тамақтанамыз. Керек емес деймін. Болды. Әлде сен бастығыңа қарсы шығайын дедің, Жарайды, мен жұмысыма барайын. Кешкі асты бірге ішеміз. Келістік қой? Диас. Че там? Братан, сыныптың ұлдарынан да қыздарынан да сұрадым. Ешқайсысында жоқ. Вообще жоқ па? Вообще дегенде кішкене бар енді. 290 теңге. Братан, просто түсінші. Жинайтын теңге көп болып кетті. Түсінемін ғой. Жоқ, керек емес, сал қалтаңа. Ренжімеш, братан. Бәрі нормально. Кіре бер. Жақсы, рахмет.
қай жерім ауырады дедіңіз? Жаттығу жасаймын ғой. Иә? Сол кезде иығымның мына тұсы ауырады. Білмеймін. Тезірек қарап беріңізші. Тренировка жасауым керек. Қазір көрейінші. Бұлай ауыра ма? Иә. А бұлай? Ай, иә. Бұлшық етіңіздің сіңірі созылған ғой. А бұлай? Айбай, не істеп тұрсыз? Малым деген сияқты жұлқылап. Бастығың қайда? Не бәлелер жинап алған? Көріп жатырмын ғой енді. Алло, қалың қалай, Санжик? Жақсы, Асик, өзің қалайсың? Неге хабарсыз кеттің? Жаңа мектеп қалай? Жақсы бәрі. Кейін асықпай айтып беремін ғой. Санжик, мен саған бір өтінішпен хабарласып тұр едім. Иә, айта бер. Маған срочно 5000 керек еді. Шыға ма сенде? Иә, салып жіберемін ғой. Рахмет, брат. Кейін салып жіберемін ғой. Жоқ, Асик, қайтарма қой. Арамызда 5000 теңге тұрмайтын шығар енді. Өзіңде бәрі дұрыс па? Иә, жақсы, рахмет. Брат, менде уақыт аз еді. Кейін хабарласармыз, иә? Базар жоқ. Анау сонда үндемей кетіп қала салды ма? Да кетіп қалды. Ақшаны жинап бере салу керек пе? Қойшы. Ең жетпеген соң жаңадан кейін оққа ақшалап беріп еді. Жаңалда келсе де старшап қой. Енді қайтейін? Асан. Ой. Жалбырша қалайсың ей? Тұрыңда. Чо там Аслан айтты ма? Иә, братан айтты. Айтса жинап беріңдер. Жинамайды екенсіңдер, аза братан мен айыр. Мен айырса, мен сендерді айырам. Түсіндіңдер ғой? Е? Бірінші очередь сенен бастаймын дейсіз. Жинап жатырмыз, братан. Қалай жинап жатырмыз? Жинап бітпедіңдер ма не? Соңғы сабаққа дейін бітеміз. Тездетіңдер. Тездет. Айттым саған жинап бере салайық деп. Кет жар. Қайда бастың? Мына жер аурухана ма, мал қора ма? Кімдер жинап алғасыңдар? Өңкей мыйсыз топастар. Сау адамды ауру қылып. Мен қалай жаттығу жасаймын? Мен сен бар ғой, соттатам осыдан. Кешіріңіз, сәл сабыр етіңізші. Мен сізге бәрін түсіндіріп берейін. Нені түсіндіріп бересің? Мен кім екенімді білесіңдер ма? Олжас Адырбаев танисыңдар ма? Осы жердің инвесторы. Сені жұмыстан шығарам, сені де, ұқтың ба? Өте дұрыс айтасыз. Өте. Бұндай біліктілігі төмен білімсіз дәрігерлерді жұмыстан қуу керек. Сәуле, бүгіннен бастап сіз біздің ауруханада жұмыс істемейсіз. Түсіндіріп айтайыншы сізге. Нені түсіндіресің? Білімсіздігіңді ме, жоқ әлде жұмысқа жарамсыздығыңды ма? Боссың дедім ғой, бара бер. Сіз бізді кешіріңізші. Бұл дәрігердің бүгін алғашқы жұмыс күні еді. Мойындаймын, қателестік. Сондықтан иығыңызды МРТ-ға тегін түсіріп, емдеп берейік. Оған қоса толық чекапты біздің ауруханада тегін өте аласыз. Және бұндай нәрсе енді біздің ауруханада ешқашан қайталанбайды деп мен сізге уәде беремін. Жақсы. Жүріңіз. Аслан, әлі жинамағансың ба? Жинадым. Просто маған карточкаға жіберді, соны шешіп алу керек. Қашан жинап берді? Қалай айттым, сол кезде жинап берген. Қош, жас маған әлі жинап жатырмыз деді. Или чо, 9-дарға сөзің өтпей, өзім қойып бере салам деп ойладың ба? Брат, түсінші, просто жағдайлары болмай тұр екен. Жағдайлары бойсын олар. Жарайды, жүр кеттік түсіндіріп қойдайық. Нені? Сен старшак екеніңді. Сенді алдақ қоясың ба не? Тұрыңдар сұройға. Тұр!
братан. Ей, Маха, қой болды. Болған жоқ, ұрғанды ғана сыйлайды бұлар. Естімем, өлтіресің деймін, қойшы бұл деймін. Сен мен шиголдардың көзінше ұрайын деп тұрсың ба не? Маха, қойсаш бұл. Қалай қоя салшы, мынаның бәрі сен үшін болып жатыр. Ол мен кесірінен емес, сенің тупойлығыңнан болды ол. Алатын ақшаны алдың болды емес па? Мен бердім ба, мыналар берді ма? Бәрібір болу керек саған. Тұрыңдар сендері. Бол тез. Тоздардың көзінше не мынау? Келесі сабақтайын кел екеуің питатқа. Кішкентайлардың көзінше не деп отырсың е маған? Маха, кейін сөйлесеміз деді. Қалай келейін сөйлесеміз де? Маған аналардың көзінше болып оттың ғой енді. Не болды екеуіңе? Не болды екеуің? Не үшін төбелесірсіңдер шиголдардың алдында? Абыройларың түсіріп. Мен саған кейін мектеп сені қалдырып кетем деп жүрсем, не тірлік мынау, Аслан? Не өз бауырыңмен төбелесесің? Әлде іштерің пысып жүр ма? Сендер бір-бірлерің жақсы көрілерің керек. Сендер дос емессіңдер ма? Бауыр емессіңдер ма сендер? Түсінбейсіңдер ма не ондайды? Сен түсінбейсің ба не? Түсінем, братан. Сүй сол үшін бетін. Түсінсең сүй. Братан ол. Бош бастығы тұрмай. Братан, еркек қол қалай сүйем мен? Сен не маған қарсы шығайын деп тұрсың ба не? Бері сүй давай. Бол тез. Бол, Бош тез, Кетші бір, Сүйгіз. Давай, тос бетің. Братан, қойыңдаршы болды. Не болды? Жақында бер. Жақында бер. Мінезің түсіндің ба? Әлде бірден істеп аласың ба маған? Болды онда. Сүй давай тез. Бош, басты қаттырмай. Енді дұрыс болды. Жақындаш бер. Енді осындайларыңды көрейін, сүйсесіңдер. Түсіңдер ма? Түсіндің ба? 15 мың қайда? 15 мың анда. 10 мың ғана бар ма? Не үшін 10 мың? Қалған картада, менде. Банкоматқа мен барам ба не? Ақшаны әкелесіңдер да, маған бересіңдер. Мен жоқ болсам, мыналарға бересіңдер. Түсінікті ма, алармай тұршы. Все. Жылқын ба? Ұстаны, бар, құшақта. Бол, тез, тез. Жас, сонда анау новичок бізге сөз өтпей, ақшаны өзі бере салған ба не? Ойлаш, шынымен лоқ сияқты ғой. Білмеймін. Бірақ біз үшін тұрып берді ғой ол. Тұрып берген жоқ. Бізге тоқы жетпеген соң ақшаны өзі қойып берді. Сосын барып ана Махаға тоқылдады. Жігіт болса өз шешпей ма? Сен ұрғанды ғана сыйлайсың ба или қалай, мен саған айтам, онда мен де ұрайын түсірді. Братан! Үніңді өшін, сен неғып тұрсың, кір бер. Тұрма жерге, тұр сен де, екеуіңе 1 сағат берем. 1 сағаттың ішінде 15 мың туасыңдар, түсініңдер ма? 1 сағаттан, басқарай ма сен маған? Болды, братан, ренжімеш, қателік бізден. Конечно, қателік сендерден. Уақыт кетті. Барыңдар тез. Бұл демес саған. Біздің мектепте шындық емес жиі сөйлейді.
ағам сол жүйенің бір бөлігі. Ал Аслан сол жолға түсіп бара жатыр. Бірақ ол жақсы бала. Ішкі түйсігім оған сен дейді. Екеуінің тағдырын білу үшін келесі серияда көресіздер. Сілтеме төменде. Мектепті тыныш бітіргім келеді, сол үшін ғана кірдім. Системада болсын бәрі тыныш болды деп кім айтты саған? Балалар ғой олар. Бүгін төбелеседі, ертең табысады. Сонда сіздің ойыңызша, мына мектепте заң жұмыс істеу үшін адам өлу керек пе? Мен сен бұл жердің балаларын бұның үшін жібердің бе? Мәриям менің жалғыз қарындасым. Мен ол үшін бәріне баруға дайынмын. Қаншамын? 15 мың. Табылады екенсіңдер ғой? Мына планшет кімдікі деп ойлайсыңдар? Сендердің сүйікті инспекторларың Нұрболдікі.